НЛО біздің жерімізді 4 айдан кейін басып алады ма? Ақиқат қандай? Бүгін бәрін анықтайтын боламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге ғаламторда соңғы кездерде шулап жатқан фейк ақпарат жайлы айтатын боламын. Ал сіздер видеосын жатып, өздеріңіз білетіндей ардаққа тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және өтініш достар, видеоны соңына дейін көрейік. Бұл мен үшін өте қатты маңызды. Ал енді біз бастаймыз. Сіз де соңғы кездері байқап жүрген шығарсыз, 2025 жылы НЛО жерге келеді. 4 айдан кейін адамзатқа қауіп төніп тұр. НАСА үнсіз отыр деген ақпараттар соңғы кездері ғаламторда өріп жүр. Алайда достар, мен сіздерге бар шындықты үтір нүктесіне дейін дұрыстап тұрып түсіндіріп беретін боламын. Ал сіздер дайынсыздар ма? Кеттік ал. НЛО ұғымының нақты бастамасы 20-шы ғасырда басталған. 1947 жылы ақш-тағы кәсіпкер Кеннет Арнольд Вашингтон тауларынан 9 жылтыр дискті көрген және оған атау да қойған. Ол оларды Flying Saucer, ұшатын тәрілке деп атаған. Осыдан кейін адамдардың НЛО-ға деген қызығушылығы күрт өскен болатын. Қазіргі таңда НЛО-ның әртүрлі видеолар мен фотоларын табуға болады. Көбісі адамға ұқсаған гуманоидтардың түрі, бет-әлпеті жасыл, ал көздері болса өп-үлкен қап-қара. Бұл бейне негізі адамның фантазиясына сызылған, сондықтан қатты қорқпай қойыңыздар, оның түрі әлі белгісіз. НЛО-ға қатты сенетіндер Египеттегі тастардағы НЛО фотоларын айтуы мүмкін. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп беремін. Неге айтады? Ғаламторда тараған ежелгі тастағы НЛО суреттері көбісі фотошоп немесе қате түсіндірілген иероглифтер. Мысалы, мына фото шын мәнінде екі түрлі жазудың қабаттасуынан пайда болған. Ескі жазу өшіп, үстіне жаңасы жазылған. Ал уақыттар өте келе ол жатын тәрілкеге ұқсайды. Жалпы достар, НЛО-ға сену, сенбеу әркімнің өз қалауы. Сондықтан сіздер өздеріңізді білесіздер. Мен сіздерге ештеңе демеймін артық. Ал енді достар, видео басындағы өзіміздің НЛО-ға қайта оралайық. Жалпы ақпараттар бойынша көлемі 24 шақырымдық НЛО, ол шын мәнінде НЛО емес, астероид. Достар, жалпы бұл ақпаратты ешкім күтпеген де шығар. Ол НЛО емес, жай ғана астероид достар. Оны ғалымдар 2025 жылдың 1 шілдесінде анықтаған және оған атау да беріп үлгерген. Ал ол астероидтың аты болса 3i Atlas. Бұл жерге жақын өтетін астероидтардың бірі десекте болады. Бірақ достар, қорқуға әлі ерте, себебі бұл астероид біздің орбитаға жай ғана жақын өтсе өз жолымен кетіп қалады. Ал оның жылдамдығы қанша дейтіндерге, оның жылдамдығы сағатына 209 мың шақырым. Жалпы Голливуд фантастик киноларын көп көрген адамдар бұл оқиғаны бұрмалап, біздің жерге НЛО келіп, бізге шабуыл жасайды деген өтірік ақпаратты адамдарға таратып жүр және адамдардың миын улап жатыр. Жалпы неге осындай өтірік ақпараттарға адамдар тез сенеді? Мысалы, осындай апат болады, бізге ақыр заман келеді. Себебі біз адамдар өзін қорғау инстинктісін қосамыз. Бұл ақпаратты қазірге ешқандай ұйым растамаған. Мысалы, НАСА, ЕСА, яғни айтқанда Еуропа ғарыш агенттігі. Тіпті достар, бұндай ақпаратты астрономдардың өзі айтпаған. Сонда бұл фейк қайдан шықты? Бастапқыда бұл ақпаратты фейк Нью-Йорк Пост атты танымал сайттар таратты деген өтірік фотошоппен жасалған суреттер таралып кеткен болатын. Және НАСА бір құпияны жасырып отыр деген сенсация жасағысы келген. Кім болса да әйтеуір хайптың ізін қолаған. Кейін бұл ақпараттар TikTok, YouTube, Shorts желілерінде көптеп таралды. Жалпы қазіргі адамдар қаралым жинау үшін, лайктар жинау үшін, өзіне тіркелушілер санын арттыру үшін жалған ақпарат беруде, яғни адамдардың миын улауда. Сондықтан ешкімге сенбей қойсаңыздар да болады. Жалпы 3i Atlas'қа ұқсас оқиғаларды айта кетейін. 2020 жылы 2020 QG атты кішкентай астероид жерден 2900 км қашықтықта ұшып өткен. Бұл жермен халықаралық станциясының арасы сияқты өте қатты жақын. Бірақ жерге ешқандай қауіп төнбеді және де ол кезде қазіргідей хайп ұстайтын адамдарда болмаған шығар. Осы НЛО-ға ұқсас жағдай 2012 жылда болған еді. Естеріңізде ме достар? 2012 жылы майя күнтізбесі бітеді. Болды, ақыр заман болады. Адамзат түгелімен жойылады деген фейк ақпараттар қаптап кетіп еді. Ал адамдар не істеді достар? Әрине, ондай жалған ақпараттарға тез арада сеніп, магазиндерден шам алып, консерві жинап, су жинап, бункерге тығылған болатын. Ақырында не болды? Ештеңе де болған жоқ. Ешқандай ақыр заман да болған жоқ. Ешқандай адамдардың қырылып кетуі де болған жоқ. Жай ғана
Бұл ақпарат адамдарды лақтырып кетті. Қазірде тура сондай жағдай қайталанып жатқан сияқты достар. Осы кезде достар, кейбір адамдар Ванганың болжамын айтып кетеді. Ванга 2025 жылы өзге ғаламшарлықтар жерге келеді деп айтқан еді деп. Бірақ достар, ешқандай жерде бұндай Ванганың болжамы тіркелмеген. Яғни Ванга бұл сөзді айтпаса да адамдардың әдеті қалмаған. Мысалы бір жағдай орын алса, оны Ванга болжап кетті деп айта салады, яғни фейк ақпарат тарата салады. Дәл осыған ұқсас Симпсондар мультфильмі. Әрине бұл мультфильмді білмейтін адам жоқ шығар. Достар, кейбір адамдар осы Симпсон мультфильмде бір серия бар дейді, және ол сериясында Энло жерге келіп адамдарды құл қылып, жерді басып алып, өздеріне жерді татып алды деп өтірік ақпараттар таратуда. Бірақ достар, бұның барлығы жалған. Себебі Симпсондар мультфильм болжады деген кейбір фотолар бәрі фотошоппен жасалған. Бірақ достар, осындай хабарламаға сенетін адамдарда бар екеніңіз жай сенбей достар, қатты сенетін адамдарда бар екен. Мысалы 2023 жылдағы қытайлық азамат, ол жерге астероид келе жатыр деген өтірік ақпаратты естіп алып, орманға 2 апта тығылған. Мұндай жындана бірінші рет көріп тұрмын достар, 2 апта орманға тығылған. Енді қалай аман қалам деп ойлаған екен. Ал достар, ақиқатқа оралсақ, егерде дәл осындай жағдай Құдай сақтасын достар, шын мәнінде орындалатын болса, НАСА, Біріккен ұлттар ұйымы және үкімет бұны бізден жасырып қалатын еді. 8 миллиард адам бар планетада осындай ақпаратты жасырып қалу үшін қолдарынан келгеннің бәрін жасайтын еді. Себебі неде бұндай сұрақты қоятын адамдар да бар шығар орталарыңызда. Себебі адамдар жаппай паникаға түспес үшін, жерде үлкен хаос, митингтер болмас үшін ақпаратты жасырып қалады. Сондықтан достар, бұндай жалған, дәлелденбеген ақпараттарға ешқашан сенбеңіздер, тек бір Аллаға сеніңіздер достар. Бұндай фейк ақпараттарды хайп үшін ғана жасап отыр. Ал енді достар, осымен видеомыз бітті, өз соңына жеткен болатын. Егер сен досым видеоны соңына дейін көріп, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетсең, саған респект. Сен деген өте керемет фанатсың. Давайте келесі видеоларда көріскенше сау саламатта болыңыздар.